Видеоны бастырмас бұрын каналымызға тіркеліп, лүпіл басып, қасында қоңыраушаны басуыңызды сұраймыз. Бүгінде медицина ғылымы жүктіліктің ең аз мерзімі 6 ай дейді, яғни 180 күн 26 апта. Толық 6 айда туылған шақалақтың тірі қалып адам болып кету мүмкіндігі жоғары, ал одан аз мерзімде туылған шақалақтың тірі қалу бейімділігі төмен деседі. Егер босану 24-25 апталарында болған болса, онда өмір сүру деңгейі 50-ден 70%-ды, ал 26 және 27 аптада босанған болса, өмір сүріп кету деңгейі 90%-дан астам болады, дейді дәрігер мамандар. Бұл шындықты Алла Тағала Құран кәрімде осыдан 14 ғасыр бұрын баяндап, Құранда былай дейді. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Анасы оны зорға көтеріп, әрең босанады. Жүктілік пен емшектен шығару уақыты 30 ай. Аталмыш аятта жүктіліктің ең аз уақыты мен омыраудан шығару уақыты бірге есептеліп 30 ай делініп тұр. Мұндағы 30 айдың 24 айы 2 жылы омыраудан шығару уақыты болса, одан кейінгі қалған 6 айы жүктілік айы болмақ. 24 ай омыраудан шығару айы деуімнің себебі Құран кәрімде وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Балаларын толыққанды емізгісі келген аналар толықтай 2 жыл емізеді делінеді. Және басқа бір аятта وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Емшектен шығару уақыты 2 жыл дейді. Яғни толыққанды емізгісі келген аналар баласын 2 жыл емізіп, одан соң емшектен шығарады деген сөз. Ендеше жоғарыда келтірілген аяттағы жүктілік пен емізу уақыты бірге есептеліп, 30 ай делінуінің мәні сол. Оның 2 жылын емізу уақыты десек, қалған 6 ай жүктіліктің ең азғы мерзіміне ишара. Бұл өз кезегінде қазіргі медицина ғылымдарының да белгіленген мерзімімен ұштасады. Кезінде сахабалар да үкім берер кезде жоғарыда келтірілген аяттан жүктіліктің ең аз мерзімі 6 ай дегенді ұғынып, соған қарай байлам жасаған. Мысалы, Әзіреті Осман заманында бір ер адам үйленеді. Үйленген әйелі 6 айда босанады. Әзіреті Осман әйелдің ерте босанғанына қарап, оны зина жасады деп ойлайды да, оған зина жазасын беру керек деп топшалайды. Сонда бір сахаба Абдулла ибн Мас'уд Әзіреті Османның ол шешімін қате деп тауып, ардақты сахабаға, егер ол әйел Алланың кітабымен дауласатын болса, сізді жеңіп кетер еді дейді де, жоғарыдағы Ахқаф сүресінің 15 аятын оқиды. Осылайша ғалым сахаба аятқа сүйене отырып, жүктіліктің ең аз мезгілі 6 ай екендігін білдіріп, әйелдің тапқан баласы зинадан емес, өзінің күйеуінен екендігін дәлелдеп беріпті. Міне бауырлар, бүгінгі келтірілген мәліметтерден Құран кәрімнің Алла Тағала тарапынан түсірілген хақ кітап екендігіне тағы да бір көзіміз жетті. Аллах Тағала баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін.